Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Супер Адайс арнасы. Бүгін біздер Razer Қазақстан Roleplay МТА серверінде в общем, керемет жерлерін көрсететін боламыз. Мені қасымда Глава Арава талапкер деген бала осындай видеоға түскісі келген екен, сол түсіп жатыр. Қазір маған ақша берді. Мен де осы серверге дәл қазір ғана кірдім. Сіздермен бірге танысатын боламыз. Ендеше кеттік. Біз бірінші нені бастаймыз. Ал достар, айтып кетейін сіздерге, осындай көлік бар бұл серверде. Міне каналын қалай деп айтып жатыр мына бала. Айтып жіберші. Жазып жіберейік бұл балаға қандай екенін. Супер Адайс деп жазып жібереміз бұл балаға, менің каналым атын. Достар, қазір көріп жіберейік мына жақта ма екен, не или автошкола жоқ секілді. Мен автошкола алып қойғам, алдында бір рет кіргем. Так, ендеше біз сіздерге қорап бұл жұмысын көрсетемін. Қорап бұл жұмысы ол осы жақта. Достар, видеоны кішкене қысқартып істемесем уақыт жетпейді бұл серверді көрсетуге. Серверде жаңадан ғана салынған көлік бар, оларды мен келесі жолы көрсететін болам. Қазір ол үшін ақша жинап алу керек. Міне бір вагонға 40 000 теңге. Қазір сіздер менің ақшама қарап отырыңыздар. 40 000 теңге қосылады, өте жақсы. Бұл жұмысты жасайсыздар, демде ақша тауып қоясыздар. Мында қадалып қалдық біз деген. В общем, достар, сіздер ары қарай өздерің жасайсыздар. Мен сіздерге енді сервердің басқа жерлерін көрсететін болам. Так, мына бала жазып жатыр. Отыр деп жазайын. Сөз енді үшін екен дейді. Ок, видео басталып кетті деп жазып жібереміз. Әрине. Так, біздер достар, бұл серверден сіздерге міне картасы осындай, анимация, қарау, графика, копировать. Көрдіңіздер достар, бұндай F1-де мен ешқандай серверден көрген жоқпын. Міне қараңыздар, сәлем достар деп қояқ деп жазып жатыр. Көп рахмет амаласып жатқанына. Так, осындайды мен ешқандай серверден көрмедім достар. Ал F2-ні бұны да ешқандай серверден көрмедім. Көрдіңіздер достар, бұл сервердің создательдері өте жақсы адамдар. Мен бұл адамдармен білем, араласам. Так, F5 бар, винил сапасы депті. Так, F6 оны білесіздер. Ал F9 жоқ. Міне F11 картан, достар, қараңыздар. Так, бұндай картан сіздер ешқандай серверден көрген жоқ деп ойлаймын. Міне дрифт трасса деп тұр. Бұнда деген достар, игроктарды міне мынандай белгілімен көрсетеді. Міне қараңыздар, мынандай белгімен. Көрдіңіздер, бұндай серверде бұндай F11 картан көрмейсіздер сіздер. Жүр не керек деп жатыр. Осындай балдардан айналып кетесің ғой. Так, сіздер достар, сіздерге енді маршрут жұмысын көрсетейін. Қазір сонда барғасын жалғастыратын боламыз. Міне достар, біз маршрут жұмысына келдік. Міне бұл жұмыста міне қараңыздар, 75 000 теңге. И сіздер бастайсыздар, бұлай көлікке отырасыздар, сіздерге осындай скин береді. Және де осылай маркерлерге барасыздар. Міне қараңыздар, 75 000 теңге берді. Бұны бұл жұмыста арқарай өздеріңіз жасайсыздар. Кейін жұмыс жасап болғасын, бұлай мына жаққа келіп жұмысты аяқтап кетесіздер. Және де достар, енді сіздерге көрсететін міне худты көрдіңіздер. Бұл серверде де басқаша спидометр өзінікі, радарда өзінікі, өздеріңіз көріп отырсыздар. Ал достар, енді мен сіздерге келесі тағы да бір жерлерді көрсетемін. Так, достар, біз мына салонға келдік. Бұл мен ойымша Лада салон. Так, мына талапкер деген жігітке рахмет, маған осылай ақша беріп жатқанына. Міне Лада салон. Бұны салонында сіздер ешқандай серверден көрмейсіздер. В общем, достар, сіздер
бұл сервердегі бүкіл заттарды ешқандай серверден көрмегейсіздер. Мен оған гарантия беремін. Міне Lada 2107, Priora 99, 2115, Niva және 3113 деген көліктер бар. Так, бұл салонға шығу үшін сіздер SK деген нені клавиатураны басасыздар. Және де біз отырып келесі жаққа кетеміз. Ал ол бізде келесі скин дүкені. Ол да мен ойымша еш серверге ұқсамайды. Ал деп жазып жіберіңкі, скинге барғасын жалғастыратын боламыз достар. Міне достар, біздер скин дүкеніне келдік. Міне мынаны басасыз, осыған келесіздер. Және де міне қараңыздар. Айттым ғой, ешқандай серверге ұқсамайды достар. Бұнда осындай скиндер бар, мынандай скин көрмейсіздер. Міне Ерке Есмаханның скины бар. Мынандай корольдің, мынау актеріміз, мынау Родригестің скины бар достар. Мынау тағы да көрдіңіздер, мажор, осындай керемет скиндер бар. Мына Дибаланың скины бар, Дибала, Ерке Есмахан. Біз Дибаланың скинін купить етіп сатып аламыз достар. Так, міне көрдіңіздер Дибаланың скины. В общем, ешқандай серверде жоқ скиндер бар. Достар, біз енді қазір деген Мерседес салонына барып, өзімізге бір көлік алатын боламыз. Сіздерге айтамын деп кішкене шатасып. Бірінші штраф төлеп алайық. Және де штраф түсіп қалдық қой. Достар, дрифт бар екен. Міне қазір штраф төлейін, сосын сіздерге көрсететін болам. Тапты. Міне 300 теңге арзан төлей саласыздар. Достар, міне бұл сервердің табы. Көрдіңіздер, дерзкий, жынды. Мына жақта топ 5 дрифтер деп жазылып тұр. Көрдіңіздер ме? Ешқандай серверге ұқсамайды ғой. Бұл серверге қалай ойнамайсың, бұл серверді ше. В общем, мощный сервер. Ұнат маған. Дрифт 23 бар, бір көлік аламыз. Так, қандай көлік бар? 55 дейді. 63 S, так. 55. Бұл қалай еді? Сатып алу, аренда, тест-драйв дейді. Қалай болады екен мұнау? Аваринка жанбайды. Қандай көлік бар көрейік. Мынау 500. Осыны алып жүреміз. Так, осыны бай тест-драйв жасап көрейік. Тест-драйв аламыз. Бұл кабан. Ема. Қазір шығып досымыздан сұрап көрейік. Қандай көлік аламыз? Досым, кабан алайым ба деп сұрап көрейік. Кабан. Не дейді екен? Жақсы машина дейді. Ал достар, біз сол көлікті аламыз қазір. Кабан көлігін және қолдану. Қолдағы ақшамен сатып алдық. Және отыр деп жазып жібереміз досымызға. Мына біздің көлігіміз тұра берсін. Так, кішкене жазып жатыр. Біз оға дейін кардадан қарайық. Тюнинг қай жақта? Мына жақта тюнинг. Қазір оған баратын боламыз. Құтты болсын. Рахмет. Жұғысты болсын деп жазып жібереміз. Ал біз ендеше тюнинг орталыққа кеттік достар. Ал достар, біз тюнинг орталыққа келдік. Бірінші біз көлігіміздің ішін перволиция қарап жүрдік. Дерзкий екен. Және ең біріншісіне кіреміз. Бұл не? Сұрақтар келіп жатыр бізге. Мұнан аламыз. Және де мұнаны алып жібереміз. Оплата